Құмырсқа ғұмыр. Ұйықтап жатқан құмырсқаны көрмедім. Бәрі қыбырлап, жыбырлап, жем тасып бара жатады. Біз ғой, түске дейін ұйықтаймыз. Түстен кейін қыдырамыз. Бай баласы байға ұқсайды, байланбаған тайға ұқсайды деген осы. Жалқаумыз. Бір кем дүние. Өз пайдаңды ойлама, ел пайдасын ойла. Өз пайдаң соның ішінде. Бірақ бәрі солай ойламайды ғой. Бір кем дүние. Тәңірдің құдіретіне таң қаласың. Құдірет әлемді әділ, сағат тетігіндей мінсіз жаратты. Бәрі тәртіпті. Күнде, айда, жерде тек өз жолымен жүреді. Сансыз жұлдыздар да бәрі тура жолмен жүреді. Ал адамдар ше? Пайғамбарлар, сахабалар аса бір данышпандар болмаса, көбісі қисалаңдай береді. Бұралаң жолдарға түседі. Адасады, сүрінеді, құлайды. Құдай, не жаздым деп жылайды. Құдай жолымен жүрсең, жыламайсың. Бірақ соны ұмыта береді. Бір кем дүние. Біреулерге Құдай бәрін береді. Байлықта, алтын гауһар, інжу маржан да бәрін береді. Төрт құбыласы сай. Бірақ иман жоқ. Ең сорлы адам сол. Бір кем дүние. Толдым деген төгіледі. Жеттім деген жығылады. Бір кем дүние. Кейбір бастар ішінде дәнегі жоқ жаңғаққа ұқсайды. Ондайлар көп. Бір кем дүние. Адамға бала жастан ең керегі ұят деген қасиет. Ол туа бітеді. Бірақ кейбіреу өсе келе, үлкейе келе ұяттан жұрдай болады. Бір кем дүние. Заң дегеніміз өрмекшінің торы. Әлсіздер тұтылып, әлділер құтылып кете береді. Бір кем дүние. Араны ашылған, ашқарақ тойымсыздар адалдықтың қазығынан ажырап қалғандар. Адалдықтың қазығы қанағат. Бір кем дүние, зор кем дүние. Қылмыстан қылмыс. Елде қылмыстың көбеюіне жоғары төменде жемқорлар, парақорлар кінәлі. Олар қарапайым адамдардың несібесін озбырлықпен жеп қойғандықтан адал азаматтар амалсыз түрлі қылмысқа барады. Бір қылмыс келесі қылмысты тудырады. Бір кем дүние. Кісіге бірге туыспау керек. Туысқан соң сөз қуыспау керек. Сөз қуған пәлеге жолығады, жол қуған олжаға жолығады. Әйтеке би. Пенделер бұл ақылды тыңдамайды. Пәленің бәрі содан. Ашу бар жерде ақыл тұрмайды депті Төле би. Адамдардың көбі ашушаң. Ақыл қайдан болсын? Бір кем дүние. Адамның жүрегінен от көрініп тұратын болса, жақсы адамдікі жұлдыздай жарқырап тұрса, жаман адамдікі күңгірт қарайып тұрса, сонда айыру оңай болар еді. Жақсыға жақындар едің, жаманға жоламас едің. Өкініш, ондай белгі жоқ, тану қиын. Дүние содан бүлікшіл. Бір кем дүние. Опасыз алтын. 100 жасаған теректі арқалап, балталап жатып алып кеткен. Томары қалып қойған. Кедей кемпір самауырға деп күнде барып, томарды шетінен кеміре береді. Бір күні балтасы тасқа тигендей болады. Қазып қараса, шағын сандық екен. Ашып көріп еді, ішінен кезге ораған 6 қилы алтын шығады. Милицияға хабарлайды. Өкімет кемпірге алтын құнының 25%-ін береді. Баласы ұрысады. Балам-ау, осығанда шүкірде, о баста өз иесіне опа қылмаған алтын ғой. Осығанда қанағат. Қанағат қарын тойғызар. Қанағатсыз жалғыз атын сойғызар. Саған қатын алып беруге осыда жетеді депті кемпір. Баласы дүр дегенін қоймапты. Бір кем дүние. Тозақтан құтылмайтындар. Параны беретіндер де, оны алатындар да тозаққа барады. Хадистен. Әсіресе қазіргі парақорларды түгел жазаласа, тозаққа сыймай, орын табылмай, бәле болама. Қайдам. Бір кем дүние. Кесапат неден? Шақырған жерден қалмаңдар. Шақырмаса бармаңдар.
өзі болған жігіттің аяғынан шалмаңдар. Құрметті көрермен, видео ұнаса жақындарыңызбен WhatsApp желісі арқылы бөлісіңіз. Дәл осындай мағыналы видеолардың көп шыққанын қаласаңыз, лайк басып, коммент қалдырып кетіңіз.